қорықпасақ өзіміз көмегімізді ұсынайық, тоқтап. Жігіттер, қаяққа барасыздар, ала кетейін, бәрі тегін деген сияқты. Сол жерде Альфа группанда жігіттер бар ғой, молодцы, красавчики, ары қарай көмек көрсетіп жатыр бәрі. Және де ертең таңертең сағат 9-да ауызбіршілігімізді көрсетейік. Басқа сол жігіттерді шығайық, көмекке. СМ группа бар, транзит группа бар, после первого сентября бәрі ауызбіршілігімізді көрсетейік. Құрметті бауырлар, ертең басы көмекті қолдаймыз ба? Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біз мұнда ақтөбелік шетелдік номермен жүретін автокөліктің иелері болып, біздер бүгін осындай облысымызда ауа райының күрт өзгеруіне байланысты бүкіл жолда жүрген автокөлік иелерін және бүкіл осы облысымыздың қонақтары және тұрғындарының бәрін осындай күн райының нашар кезінде жолға шығып кетпеуін сұраймыз. Жолға шыққан жағдайда жолда құтқарушылардың айтқан нұсқауларын бәрін тыңдап, солардың нұсқауларын бәрін істеуге шақырамыз. Жолда абай болыңыздар, күн салқын, қатты боран. Енді осыған орай айтқымыз келіп отырған құрметті бауырлар, құрметті қазақ елі, біз мына шетелдік автокөлік иелері, шетелдік номермен автокөлік иелері және де Евроклассы келмейтін көне автокөліктің иелері болып, біздер осындай қиын қыстау заманда осындай ауа райының күрт өзгеруіне байланысты жолда қалып қалған азаматтарға немесе көшеде жүрген жаяу жүргіншілерге бәріне көмектесуге дайынбыз. Өзіміздің волонтерлық көмегімізді ұсынғалы тұрмыз. Біздің контакт номерлеріміз бәрі астында көрсетіледі. Соған хабарласып, немесе құтқарушылар бар, осы өзіміздің облысымыздағы, немесе басқа облыстағы азаматтардың бәрі хабарласып, көмек керек болса, көмегімізді беруге дайынбыз. Бұл өзіміздің мініп жүрген шетелдік нөмірлі автокөлігімізді тек қана өз игілігімізге емес, сонымен қатар халықтың игілігіне де мінуге дайынбыз. Біздер бұл елде, осы Қазақстан елінің, қазақ елінің біз нағыз патриоттары, нағыз еліміз жақсы көретін, сүйетін азамат ретінде елімізге әрқашанда қол көмегін беруге дайын екеніміз, осындай бір қазағымыздың басына күн туған кезде біріге алатынымызды көрсеткіміз келеді. Біздер осы елдің азаматымыз, біз ешқандай да андай бір арзан-бұрзан затқа мұрша емеспіз, оған үйір емеспіз. Біздер өз елімізді жақсы көреміз, әрқашанда көмек беруге дайынбыз. Қазір енді өзіміз осы азаматтар болып, Ақтөбе қаласында көшеде жүрген жаяу жүргіншілердің бәрін үйлерін жеткізіп тастау туралы өзімізді көмегімізді ұсынатын боламыз. Және де ертең таңертеңгісін өзіміз жолда қалып қалған азаматтарға аз-аулақ тамағымызды, көмектерімізді қолымыздан келгенше барлық көмегімізді істейтін боламыз. Әрқашанда қандай да бір қиын жағдай болса да, бір қазақ болып, қазақ елі болып, ұйымшылдығымызды көрсетіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жүрейік, құрметті азаматтар. Жұт айтып келмейді дейді қазақта. Сол сияқты енді әрқашанда қандай қиындық болса да бірімізге көмектесіп жүрейік. Енді бүкіл қазақ елінен, бүкіл автокөлік иелерінен немесе жаяу жүргіншілерден болашақта автокөлік алам дейтін азаматтардың бәріне сұрайтынымыз, осындай шетелдік автокөлігі бар азаматтардың мәселесіне қолдау көрсетіп, алғашқы тіркеу жарнасы, жаңағы утиль алымы дейміз, утиль сбор, соның бәрін бағасын түсіруге бәріміз септік болуыңызға шақырамыз. Біз бәріміз бір қазақпыз, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарайық. Қазақта мақал бар, алтау алауыз болса ауыздағы кетер, төртеу түгел болса төбедегі келер дейді. Кез келген мәселеге бәріңізді біреуге шақырамыз. Құрметті бауырлар, ертең басы көмекті қолдаймыз ба?